Сәлем достар, каналға қош келдіңдер. Бүгін сендермен 5 сыныптың 36 бетіндегі жұмыс дәптерін талдайтын боламыз. Бізде бұл workbook, яғни студентс букпен шатастырмаймыз. Видеоларым ұнаватса лайк басып комментарий қалдырып отырыңдар. Каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Бірінші тапсырмада label the pictures with the words in the box, яғни бокстың ішінде берілген сөздерді мұнда қойып шығамыз. Бұл сөздерді жаттағанда бірінші wear the special clothes, яғни арнайы киімдерді кию. Екінші decorate the house, үйді әсемдеу. Үшінші play an instrument, яғни инструментте ойнау. Төртінші cook nice food. Бесінші celebrate a festival. Алтыншы dance with friends. Жетінші sing a song. Бізде келесі екінші тапсырмада complete, яғни кроссвордты ойындаймыз. Across деген жанынан, down деген, яғни тігінен или үстінен. Бірінші тапсырмада I dance to hip-hop music with my friends. Мен хип-хоп музыкасына достарыммен бірге биледім. We have a big party every year. Бізде жыл сайын өте үлкен вечеринка болады. Бесінші my parents cooked nice food for the party. Яғни менің ата-анам күшті тамақ пісіреді вечеринкаларда, кештерде. Жетінші we also make a lot of small sweets. Және де біз көптеген кішкентай тәттілер жасаймыз. Сегізінші people in our country celebrate New Year's. Яғни біз New Year's біздің мемлекеттегілер жаңа жыл тойлайды. Down яғни тігінен. I play a big instrument. It's a piano. Мен яғни өте үлкен инструментте ойнаймын. Это пианино. Екінші the twins get presents on their birthday. Яғни егіздер өзінің туған күніне подарка алды. Үшінші people decorate their houses for Christmas. Яғни адамдар өзінің мейрамдарда үйлерін әсемдейді. We wear new clothes for the festival. Яғни біз айтта жаңадан киімдер киеміз, жаңа киімдер киеміз. Үшінші тапсырмада answer the questions about your favorite festival and your favorite special day. What's your favorite festival? My favorite festival. Яғни мұнда өзінікі туралы айтып берілген. I like the food. Мен тамақтарды жақсы көрем. Менің анам және grandmother, апам күшті тамақ, өте жәмді тамақтар пісіреді. We also біз және де жаңа киімдер киеміз. Бұл өте керемет. Мұнда өз ойларыңды жазсаңыз болады. Мысалы, жаңа жыл туралы или Merry Christmas туралы жазсаңыздар болады. 8 март туралы жазуға болады. Өздеріңе қалай ыңғайлы, солай жазсаңдар болады. What's your favorite festival? Яғни сенің қандай мейрамды жақсы көресің? My favorite festival is New Year. Жаңа жыл. Яғни мұнда сендер 8 март, 7 май қалай жазғыларың келеді, солай өздеріңе ыңғайлап жазсаңдар болады. Не үшін екенін жазасыңдар? Because this day I get presents. Яғни мен бұл күні подарка аламын жаңа жылда міндетті түрде. My mother cook a lot of nice food. Менің анам өте көптеген тамақтар пісіреді. It's very exciting. Дәл осылай жазсаңыздар болады. Немесе басқа мейрамдарға жазуға болады. Екінші, what's your favorite special day? Сенің арнайы қай күнді жақсы көресің? Мысалы, арнаулы бір күнді айту керек болады. Не үшін жақсы көретіндеріңізді? Мысалы, мен туған күнді жақсы көрем. It's my birthday. This day I spend time with my friends. Мен достарыммен бірге жүрем. Сіздер мысалға ата-аналарыңызбен уақыт өткізулеріңізге болады. Мысалға, I spend time with my parents деп жазуға болады. Или with my sisters. Дәл осылай жазсаңыздар болады. Егер видеолар ұнаватса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға қалдырып отырыңыздар. Сіздерге жауап беруге қуанамын. Сау болыңыздар.